Сауран ауданы әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша Түркістан облысында бірінші орынға шықты. Бұл туралы аймақ басшысы Нұралхан Көшеров аудан тұрғындарымен кездесу барысында мәлімдеді. 6 айдың қорытындысы бойынша ауданда жалпы құны 23 миллиард теңгені құрайтын 34 жоба іске қосылып, 894 жаңа жұмыс орны ашылған. Ал өткен жылы 2 мектеп оңалту орталығы, 150 орындық мәдениет үйі мен кітапхана және спорт кешені пайдалануға берілген. Кездесуде облыс әкімі атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы жоспарлар мен тұрғындар көтерген өзекті мәселелерге тоқталды. Бірінші жарты жылдығында немесе 6 айының қорытындысымен Сауран ауданы көшбасшылық орынды сақтап отыр. Бұл ауданның тұрақты дамуының экономикасының қарқынды өсіп келе жатқанын және барлық салада жүйелі жұмыстарын жүргізіп отырғанын айқын дәлелі. Алдағы уақытта да осы оң қарқынды сақтап, тұрғындардың әл-ауқатын арттыруға, жаңа жобаларды іске асыруға және аудан әлеуметтік экономиканың дамуын жаңа деңгейін көтеруге бірлесе еңбек ететініне сенімдімін. Ауданның әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері туралы өңірдің атқарылған жұмыстары мен қол жеткізілген нәтижелері баяндалды. Бұл жетістіктер ең алдымен аудан тұрғындарының бірлігі мен ынтымақтың арқасында, сондай-ақ мемлекеттік бағдарламалардың жүйе жүзеге асырылуының нақты нәтижесі деп білемін. Өткен кездесуде көтерілген 10 ұсыныстың 5-еуі толық орындалса, қалған бағыттар бойынша жұмыс жалғасып келеді. Ескі-Қан ауылдық округіндегі 15 мың басқа арналған мал бордақылау және мал сою алаңы электр желісімен қамтылған. Шаға ауылдық округінде 2 пәтерлі, ал Шорнақ елді мекенде 24 пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы басталып, жыл соңына дейін ел игілігіне беріледі. Сонымен қатар Бабайқорған мен Игілік арасындағы 9 шақырым автомобиль жолы орташа жөндеуден өткен. Кездесу барысында тұрғындар оқушылар сарайын табиғи газбен толық қамту, қоғамдық көлік қозғалысын жақсарту, интернет сапасын арттыру және ауыл шаруашылығына жеңілдетілген несие беру мәселелерін көтерді. Облыс басшысы әрбір ұсыныс бойынша жауапты мекемелерге нақты тапсырма беріп, олардың кезең-кезеңімен орындалуын бақылауға алатынын айтты. Жиыннан кейін Нұралхан Көшеров азаматтарды жеке қабылдады. Баспана, жол, жарықтандыру, жер телімі, әлеуметтік нысандар мен білім саласына қатысты өтініштерін тыңдады. Бірқатар түйткілдер сол жерде шешімін тауып, қалған мәселелердің орындалуы облыс әкімінің жеке бақылауына алынды.